Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен піскен кепкен жемістерден жасалған пирог дайындайтын боламыз. Алдағы видеоларым жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Қамырын дайындау үшін ыдысымызға ашытқыны және де жылы сүтті құйып, үстіне құмшекерді салып, бір араластырып аламыз. Одан соң шай қасықтың ұшымен кішкене тұз саламыз. Одан кейін тағы да бір араластырып жібереміз. Содан кейін ертіп қойған сары майымызды құямыз және де бір жұмыртқамызды салып, тағы да бір араластырамыз. Ең соңынан електен өткізіп қойған ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырға осылай өсімдік майын жағып шығамыз. Одан кейін бетін жауып, бір көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмамызды дайындаймыз. Менде осындай компоттан қалған піскен кепкен жемістер, осыларды блендермен езіп, үстіне құмшекер қосып араластырдым. Бұған өрікті де салсаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Қамырымыз бір көтерілді, одан кейін бетіндегісін алып тастаймыз. Осындай өте үлпілдек қамыр, өте жұмсақ, қолға жағымды. Осы қамырымызды кішкентай екі бөлігін алып, үлкен бөлігін жаятын боламыз. Екі кішкентай бөлігін бетіне алып қаламыз және үлкен бөлігін орташа қалыңдықта жайып, ыдысымызға салатын боламыз. Жақсылап орналастырғаннан кейін үстіне жарма ұнтағын себеміз. Ол бізде суының ағып қамырын бүлдірмес үшін қолданылады. Дайындап қойған салмамызды салып, тегістеп шығамыз. Енді қамырымыздың бір бөлігін жұқа етіп жаямыз және де ұзынша етіп кесетін боламыз. Әрқайсысын қалыңдығымен 1 сантиметр етіп алдым. Егер де ыдысыңыз кішкентай болатын болса, одан жіңішке етіп кесесіздер. Енді кесіп алған қамырымызды пирогымыздың бетіне осылай орналастырамыз. Шет жақтарын қамырмен біріктіріп қоямыз. Қамырдың екінші бөлігін одан да жұқа етіп жайып, оны да жіңішке етіп 1,5 сантиметрдей кесіп аламыз. Қазір осы қамырымызды өретін боламыз. Осылай қамырдың ұшын біріктіріп аламыз да, қалған бөлігін видеода көрсетілгендей етіп өретін боламыз. Енді өрген қамырымызды қоймастан бұрын астына жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сол кезде қамырмен жақсы бірігіп, піскен кезде ажырап кетпейді. Және осылай аздап үстінен басып шығамыз. Осы өрген қамырларды бір-бірімен біріктіреміз.
Пирогымыз дайындап қойғаннан кейін бір көтерілу үшін бетін жауып қойып қоямыз. Бір көтерілгеннен кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Осы дайын болған пирогымызды 180 градус қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Менде 40-45 минутта пісіп шықты. Осымен пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Бұл пирогты анамыз балалық шағымызда жасап беретін. Сол пирогты енді өзім қайталап көрдім. Өте дәмді екеніне сөз жоқ, жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Мінекей тілгенде салмасы мол және де өте жұмсақ болып шығады. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк баса кетіңіз. Алда бұдан да басқа пайдалы видеолармен бөлісетін боламын.